Қайырлы күн құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай әдемі бір жасағаннан шығатын дәмді блинчиктердің рецептісімен бөлісемін. Бұл рецептен 20 штук блинчик шығады. Ең алдымен жұмыртқаларды жарып, оның үстіне құмшекер және де тұзды қосып, жақсылап қанты ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін сүт қосамыз. Бізде жарты литр болады. Күнбағыс майы мен 3 ас қасық қостым. Мен 200 грамм ұн қостым, плюс-минус 10 грамм айырмашылық болуы мүмкін. Егер де тесто сұйық болса және де таба әлі қызбаған болса, онда мына суреттегідей блинчик ала болып піседі. Блинчикті пісіретін кезде табаны майлап алдым. 1 рет майлаймыз, одан кейін майламай қойсаңыздар да болады. Менде жабыспайтын тава болғандықтан тек қана 1 рет майладым. Блинчиктер өте тез піседі, сондықтан құйғаннан кейін бірден жан-жағын көтере берсеңіздер болады. Кейбір адамдарда блинчиктер осылай аударған кезде жыртылып жатады. Оның себебі тестінің құрамында жаңағы жұмыртқа аз болуы мүмкін. Жұмыртқа бізде басты ұстап тұратын қызмет атқарады. Сондықтан ондай жағдайда бірден жұмыртқа қосыңыздар, сүт, ұн, ешқандай нәрсе керек емес. Блинчиктер осылай болып шықты. Егер де видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Өздеріңіз қолданып жүрген қандай кеңестер, лайфхактарыңыз бар, оны да комментарийға бөлісе кетіңіздер. Сіздермен болған Айжанар, келесі кездескенше сау болыңыздар.